Сонау бағзы заманда Алла тағала ең алғашқы адамды жаратты. Ол Адам пайғамбар. Бірақ шайтанның атасы болған Ібліс Адам пайғамбарды қызғанып, Аллаға қарсы шығады. Ібліс өте қызғаншақ әрі тәкаппар еді. Адам пайғамбардың қабырғасынан Хауананы жаратып, жәннат бақшасына жіберген. Жәннатта өте көп жеміс ағаштары, балбыраған, иісі аңқыған жемістер өте көп еді. Алла барлық жемістерден жеңдер, бірақ мына ағашқа ғана жолаушы болмаңдар, жемісін жемеңдер деп бұйырады. Бірақ айлакер, қызғаншақ шайтан екеуін азғыра бастайды. Мына жемістен жеңдер, дәмі тіл ереді деп Алла тағала рұқсат етпеген жеміске қайта-қайта шақырады. Адам мен Хауана Алланың айтқанын ұмытып, шайтанның айласына алданып қалып, әлгі жемісті жеп қояды. Алла тағала қатты ашуланып, қаһарланып, Адам пайғамбар мен Хауананы жәннаттан жер ғаламшарына түсіреді. Ал Іблісті жәннат бақшасынан мәңгілікке қуып шығады. Сөйтіп, жер бетіндегі ең әуелгі адамдар Адам пайғамбар мен Хауана екен. Олардан ұрпақ тарап, бүгінге дейін адамдар жер бетін мекен етіп келеді.